Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода математика пәнінен қозғалыс бағыты деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Бұл бізде 124-ші сабақ. Математика пәні 2-ші сынып. Кәне бірге видеоны соңына дейін тамашалайық. Бұл сабақта сен нұсқау бойынша іс-әрекеттерді орындауды және фигуралар сызуды үйренесің. Яғни біз ары қарай фигуралар сызуды үйренеміз және нұсқаулықпен жұмыс жасауды үйренеміз. Қарайық. Қараңдар балалар, бірінші тапсырма қарауылдың үйіне қалай баруға болатынын түсіндіріп, биік қарағайға дейін қалай баруға болады. Енді қараңдар, мына жерде бір мысалы мына қарауылдың үйіне және биік қарағайға баратын жолдың картасы берілген, сызбасы берілген, қалай бару керектігі туралы. Мысалы, сендердің қолдарыңа осындай сызба берілсе, сендер сол сызбамен жүріп таба алар ма едіңдер? Ол жерде ең бірінші неге назар аудару керек? Мысалы, сендер баратын жолда қандай мысалы ағаш бар ма, тал бар ма, дүкен бар ма, су бар ма, өзен бар ма, соның барлығын бірінші қарап алу керек. Мысалы картада барлығы көрсетіліп тұрады. Мысалы қарауылдың үйіне қалай барамыз? Мысалы мына ұл бала бірінші тік жүреміз. Тік жүргенде сол жағымыздан төбешіктер кездеседі, алдымыздан көлшік кездеседі. Міне, көрдіңдер ме? Алдымыздан көлшік кездеседі. Төбешіктерден асқаннан кейін біз солға бұрыламыз. Солға бұрыламыз да, сосын қасымызда солға бұрылған кезде алдымызда міне не шығады? Кішкентай ағаштың түбірі шығады. Сол түбірге жақын сол жағымыздан түбір шығады. Біз ары қарай тігінен жүреміз. Тік жүреміз. Тік жүргеннен кейін қайтадан алдымыздан төбешіктер шығады. Сол төбешіктердің жанына келгенде біз оңға бұрыламыз. Оңға бұрыламыз. Ал алдымыздан не шығады? Гүлзарлар және мына оң жақтан бізде қайың ағаш шығады. Содан айналып өткен кезде алдымыздан қарауылдың үйі шығады деп, міне осыны есімізде сақтап алуымыз керек. Мысалы, кез келген картаны қолдарыңа алатын болсаңдар, мысалы әлемдік картаны алатын болсаңдар, мысалы бір мемлекетті табу үшін, біз оның бір мемлекетке бару үшін, оның айналасындағы мемлекеттердің бәрінің қасынан өтеміз. Мысалы үшін, мысалы Германияға бару үшін, оның қасында қандай мемлекеттер бар, соның қасынан өтуіміз керек. Сол кезде барып Германияға жетеміз деген сияқты. Мысалы, бұл жерде де солай ғой. Міне, мысалы, мына гүлзар, мына саңырауқұлақтар алаңы, мына ағаш түбірі, осылардың барлығын айналып өткен кезде ғана барып біз мысалы қарағайға жетеміз. Міне, бұл нұсқаулық бойынша жұмыс жасау деген осы. Мына бізге дайын нұсқаулық берілді. Мысалы, біз бір орыннан, бір нүктеден екінші нүктеге жетуіміз керек. Мысалы, біз мектептен үйге жетуіміз керек. Біз соны жаңа қолымызға картаны берсе, сол картамен жүріп баруымыз керек. Міне осыны айтады. Жақсы, екінші тапсырма. Енді бұл жерде фигуралардың қабырғаларын өлшеп периметрін тап дейді. Бұл жерде бірінші ABCD шаршысы берілген, ABCD тік төртбұрышы берілген, ABCD EF KH деген мынандай 8 бұрыш берілген және LMN деген 3 бұрыш берілген. Қане осыларды қазір қабырғаларын өлшейміз бірінші, сосын периметрін табамыз. Бірінші мына екі фигураны өлшеп алайық. Қабырғалары. Шаршының қабырғалары 3 сантиметрден екен, ал көп бұрыштың қабырғалар әрбір қабырғасы 1 сантиметрден екен, сондықтан бір-ақ қабырғасына ғана 1 сантиметр деп жазып қойдым. Шаршының несін шығарамыз? Периметрін шығарамыз. Мысалы, оны табу үшін А көбейту 4 формуласын жазамыз. 3 сантиметр 4-ке көбейтеміз 12. Жауабы шаршының периметрі 12 сантиметр. Енді мына жерде көңіл аударатын нәрсе, көп бұрыштың біз периметрінің формуласын жазған кезде А қосу Б қосу С қосу Д қосу Е қосу F деп жаза береміз. Ары қарай. Енді мына жерде мынандай бір қулығы бар. Егер көп бұрыштың барлық қабырғалары бір-бірімен бірдей болса, бірдей теңдей болса қабырғалары, оны дәл мына шаршыны шығарған сияқты, мысалы 1 сантиметрден 8 қабырғасы бар екен, 1-ді 8-ге көбейте салуға болады екен. Сонда 8 сантиметр, жауабы көп бұрыштың периметрі 8 сантиметр деп бірден жазып салуға болады. Бірді өзіне 8 рет қосып жазып жатпайық. Бұл бізде 8 сантиметр болып шықты. Ары қарай келесі бізде тік төртбұрыш және
үшбұрыш берілген. Тік төртбұрыштың қабырғалары 2 см және 4 см-ге тең екен. Ал үшбұрыштікі 3 см, 2 см және 3 см екен. Енді кеттік периметрін есептейміз. Міне тік төртбұрыштың периметрін есептеу үшін А қосу Б көбейту 2 деген формуламен салып жасап жатырмын, есептеп жатырмын. 4 қосу 2 көбейту 2 тең 12. Жауабы тік төртбұрыштың периметрі 12 см-ге тең. Ал енді үшбұрыштікі болса А қосу Б қосу С. Білесіңдер, кез келген үшбұрыштың периметрін табу үшін барлық қабырғасын бір-біріне қосамыз. 2 см қосу 3 см қосу 3 см тең 8 см. Жауабы үшбұрыштың периметрі 8 см екен. Жақсы, келесі бізде үшінші тапсырма. Естеріңде болар, өткен видеода мен сендерге осындай бір аңдардың осылай суретін, мынандай тор көзде салуды, фигураны салуды үйреткен болатын, қалай салатын, оған қалай нұсқаулық құрастыруды үйреткен болатынмын. Енді осыны ары қарай жалғастырамыз. Міне қараңдар, мына бірінші суретте бізде қасқыр, екінші суретте аю тұр екен, иә. Енді бұл екеуі де орманның мекендеушілері, орманда өмір сүреді. Енді досыңа сурет қалай орындалатындығын айтып бер. Досыңа айтып бер, енді осы сурет қалай орындалатындығын. Ол үшін тігінен оқы дейді. Міне тігінен оқимыз. Ол үшін міне 2 оңға 1 жоғары деп оқимыз, иә, бұл жерде. Яғни 2 дегеніміз ол 2 торкөз оңға, 1 торкөз жоғары, 2 торкөз оңға, 1 торкөз жоғары, 1 торкөз оңға, 1 торкөз төмен, 8 торкөз оңға, 1 торкөз төмен. Міне осылай оқиды екенбіз. Енді ары қарай қараңдар. Осыны жалғастырып жаз дейді. Мысалы, міне қасқырдікі міне бізге жартысын жазып берген. Енді ары қарай біз өзіміз жалғастыруымыз керек. Міне ол ары қаратай жалғасады. Оны табу үшін қалай табамыз? Оны табу үшін мына 2 торкөз оңға дегеннен бастап, міне қасқырдың тұмсығының ұшына қарасаңдар, балалар, сол жерде нүкте тұр. Сол нүктеден бастап осының барлығын қарастырып шығамыз. Сосын қай жерде тоқтағанын біліп аламыз. Сол жерде тоқтағанын біліп аламыз да, содан ары қаратай жалғастырамыз. Жалғастырған кезде міне менде 1 торкөз солға, 5 торкөз төмен, 2 торкөз солға, 1 торкөз жоғары, 1 торкөз оңға, 3 торкөз жоғары, 5 торкөз оңға, солға, 4 торкөз төмен, 2 торкөз солға, 1 торкөз жоғары, 1 торкөз оңға, 3 торкөз жоғары, 2 торкөз солға, 1 торкөз жоғары, 3 торкөз солға шықты менде. Міне сол кезде менде қасқырдың суретін мен ары қарай жалғастырып шықтым. Ары қарай келесі аю. Аюдікі де дәл солай, мына берілген нұсқаулықты қарап отырасыңдардағы, қай жерге келіп тоқтады, сол жерден тауып аласыңдар. Бұлда да аюдың тұмсығының ұшына қарасаңдар, сол жерден нүкте тұр, сол жерден басталады негізі. Сол жерден басталады да, қай жерге келіп тоқтағанын біліп аламыз да, ары қарай жалғастырамыз. Мысалы, мен жалғастырдым міне. 4 торкөз солға, 2 торкөз жоғары, 1 торкөз оңға, 3 торкөз жоғары, 4 торкөз солға, 5 торкөз төмен, 4 торкөз солға, 2 торкөз жоғары, 1 торкөз оңға, 3 торкөз жоғары, 1 торкөз солға, 1 торкөз жоғары, 2 торкөз солға, 1 торкөз жоғары, 2 торкөз солға, 2 торкөз жоғары. Міне сол кезде бізде аюдың суреті шығады екен. Жақсы, осындай кез келген жануарды, кез келген суретті өздерін құрастырып көрсеңдер болады. Әрине қасына нұсқаулығымен бірге. Жақсы, солай немесе нұсқаулықты, дайын нұсқаулықты өздерін құрастырып, достарыңа беріп, сол достарың соны нұсқаулықпен салып көрсін. Сол кезде қызық болады. Достарың мысалы таба алам екен, оның қандай сурет екен, не суреттің нұсқаулығын бергендеріңді таба алам екен, соны жасап көрсеңдер болады. Жақсы, келесі 4-ші тапсырма, балалар. Әр суретте неше тік төртбұрыш бар. Енді бұл бір қарағанда оңайлау сияқты, бірақ та ойланып қарасақ кішкене күрделірек. Қараймыз. Бірінші А суретін алып қарайық. Міне жоғарыда бұрышта А суреті тұр. Оң жақ бұрышта қараймыз. Бірінші үлкен төртбұрыш көреміз, иә? Міне қызылмен белгіленіп тұр бірінші суретте. Екінші суретте әртүрлі түспен 4 түрлі төртбұрыш көріп тұрмыз. Үшінші суретте мына сол жағынан бір төртбұрыш шығаруға болады, оң жағынан бір төртбұрыш шығаруға болады. Яғни екеу шықты. Мына астындағы суретке қарасаңдар, жоғарыдан және астынан екі-екіден тағы төртбұрыштар шығаруға болады. Сонда барлығы қанша болды екен? 9 болды екен. Міне көрдіңдер ме? 9 төртбұрыш шықты мына төртбұрыштың өзінен. Енді ары қарай А есебі дәл сол төртбұрыш
бірақ оның ішінде тағы тік төртбұрыш бар. Яғни бірден ойлап табуға болады, оны бірден ойлай салуға болады. 9 қосу 9 тең 18 деп таба салуға болады. Бірақ ол қалай, неғып 18 шығып кетті деген балалар үшін жалпы толық міне несі түсіндірмесі осылай. Мысалы, бірінші мынандай тік төртбұрыш шығады, міне бірінші суретке қараймыз. Екінші суреттен кішкентай ортасындағы төртбұрыш, үшінші суретте міне әртүрлі төртбұрыш, міне төртбұрышынан төртеу, төртіншісінде тағы төртбұрыш шығады. Міне осылай барлық несін ашып көрсетіп қойдым. Сонда бізде 9 қосу 9 тең 18 тік төртбұрыш бар екен мына төртбұрыштың ішінде. Бұл осылай орындалады. Бұның барлығы балалар логикалық есептер, логикалық тапсырмалар деп аталады сендерге. Яғни ол сендердің ой өрістеріңді дамыту үшін арналған екен. Ат жүрістері деп аталады екен. Ат Г әрпі бойымен кез келген бағытта жүреді. Суретте ол Е5 шаршысында тұр. Е5 дегеніміз міне бағыттауышпен көрсетіп қойдым. Келесі жүрістен кейін ол қай шаршыларда болуы мүмкін. Енді қараңдар, мен мына жерге жазып қойдым. Мүмкін болатын шаршыларды сендер тексеріп көріңдер. Сендер мысалы шахмат ойынын ойнайтын болсаңдар, сендер бірден түсінесіңдер Г әрпімен қалай жүруге болатынын. Мен болжам бойынша ол қай жерлерге бару мүмкін, қай нүктеге келіп тоқтауы мүмкін деген нүктелерді мен жазып қойдым. Ол бізде F7, S4, D7, S6, D3, F3, G6, G4 деген нүктелерге келуі мүмкін екен. Жақсы балалар, осымен бүгінгі видео мәресіне жетті. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Бүгінгі видео сендерге қызықты болды деген ойдамын. Әрқашан сабақтарыңды жақсы оқыңдар, мұқият болыңдар сабақта. Сабақ оққан өте қызық, я балалар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар, және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңді білдіре отырыңдар.